Ал саламатсыздар ма, құрметті өнердің жанкүйерлері, өнердің жанашырлары, ағайларым, апайларым, мені қолдап осы қазір көріп отырған. Жаңада осы сағат 5-тің уақытында мен бір сондай лекциямды өткізген едім. Ол жерде мен әлде де ұялы телефоннан шамалы ақаулар кетіп, оны тек қана өзімнің таныс былай жақын туыстарым ғана көріп, достарым ғана көреді екен. Қазірде екінші рет беруге тағы да дайынмын. Бірінші сабақ маған сабақ болсын. Олай болса бастайық. Ең әуелі сіздерді Наурыз мерекесімен құттықтағым келіп отыр шын жүректен. Қазірде мына елімізде болып жатқан жағдайларға байланысты енді көпшілік жұрт үйде отырып, ұялы телефон арқылы әлеуметтік желілерде болсын, басқа да шараларды көріп отқан жайы бар қазірде. Сол уақытта мына біздің Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі сондай өнер онлайн деген жоба жүргізген екен. Сол жобаның аясында мен де өзімді кішігірім бір қолдау көрсетейін сол жобаға деп, өзімнің жиған тергендерім, аспап жасаудағы мынандай ізденістерімді бөлісейін деп лекция бергелі тікелей эфирге шықтым. Жалпы мына алдарыңызда көріп тұрған барша састырнайлар менің қолдан жасалған, және де экспедиция барысында немесе тіпті сол басқа елдерде гастрольде жүргенде сол жердің шеберлерімен байланыста болып, пошта арқылы жеткізген әйтеуір ізденіс барысында жиналып қалған біршама аспап екен осы дүниелер. Мұны қарап отырсаңыздар, акаринаның қаншама түрі, састырнайдың қаншама түрі. Жалпы менің бүгінгі алып отырған тақырыбым састырнайдың 8 түрі және қайта жаңғырған қос уілдек деген тақырыпты алып отырмын. Және оны ашып беруге барымды салып, сіздермен бастауға қолдауларыңызбен дайынмын. Жалпы састырнай аспабын біз Болат Сарбаев деген кісінің атымен байланыстырамыз тікелей. Неге десеңіздер, 1971 жылы бұл аспап ұмытылып кете берген аспап. 1971 жылы Болат Сарбаевтың алдына мына отырар жерінде болған археологиялық қазбалардың нәтижесінде бір кішкентай жұмыртқа тәрізді аспап табылады екен. Менің қолымда тағы бір көшірмесі бар сол аспаптың, және де тағы бір аспап. Ол аспап сол жерде Кендебай Қарабдалов деген кісі бар. Сол кісі сол аспаптың қалыбын алған екен. Сол қалыптан мен қалып алып отырмын. Түп нұсқасы тікелей менің қолымда емес. Міне осындай аспап, кішігірім ғана аспап, Болат Сарбаевтың қолына жазушы Дүкенбай Досжанов деген кісінің жеткізуімен мынау алдына келеді осы аспап. Бұл аспапты Болат Сарбаев зерттеп көреді, қалай үн шығаруға болады, қалай дыбыс шығаруға болады. Өздігінде бүйірінен үрейтін кішкентай ойығы бар. Және бір-екі қана дыбыс алады. Бұл аспаптың дыбысын бірінші зерттеп көреді. Ең бірінші шыққан дыбысы екінші октаваның ми бемоль болады. Және де екінші соль. Содан кейін бұл аспапты зерттеу барысында, ізденіс барысында 1971 жылы Арқалық деген жерде Өмірзақ Тұрмағанбетов деген кісінің осы аспапты ойнағанын, осы аспапта Илигай, Шелезөн секілді әндердің ойнағанын естіп, Болат Сарбаевқа сол кісінің жиенімен кездесуге бұйырады. Яғни Болат Сарбаев оның Ахметова Нұрбибі деген жиенімен кездесіп, ол Арқалық жерінде 1975 жылы сол кісінің аспаптарын ұстап көреді, сол кісінің аспаптарының аппликатурасы жағынан өзіне мол тәжірибе жинайды. Оның алдында бір жыл бұрын 1974 жылы Қазақфильм сондай бір экспедиция ұйымдастырады. Ол жерде экспедициясында музыка столетий деген тақырып бойынша түсірілім тобы барады. Сол жерде Болат Сарбаевқа да бұйырады сол жерде болу тікелей эфирде. Яғни сол жерде Шетпе деген бір станция бар екен. Балапаш Әнесов деген кісі. Бұл кісіні негізінде атап өту керек, себебі састырнайдың, кернейдің болсын, қос сырнайлардың жасалу барысында Болат Сарбаевқа үлкен демеу көрсеткен, және де бағыт бағдармен бөлісіп отырған, өзіндік опытын бөлісіп отырған, тәжірибесін үлкен зор тұлға деп санаймын. Ол кісінің қызы да, ол кісінің немересі де, Ерғали Балапаш немересі. Қазіргі таңда сол үскірік секілді аспаптарды жасаумен айналысып, насихаттау үстінде. Яғни Болат Сарбаев бірінші аспабын жасаған кезде әртүрлі стройда шығады. Ол кісіге көмектескен сол Алматинский экспериментальный завод деген болған екен сол уақытта. Сол жерде художник-керамист Андреевич Писман деген, Феликс Андреевич Писман деген кісі, ол жаңағы қалай глазурлау керек, қалай күйдіру керек, қай градуста күйдіру керек,
қарап отырсаңыздар саздың да бәленбай түрі болады. Мінекей қара саз тұр, мінекей ақ саз тұр, қызыл саз тұр, сары саз болады. Бұлардың қайсы қай градуста күйдіріледі, қай градусқа күйдірілген кезде строй таза шығады дегеннің бәрі негізінде ол үлкен өте ғылым. Яғни керамика ғылымындағы, мына керамиканың өз алдында бір бөлек ғылым болса, сазтырнай жасау екеуін бұл кісі байланыстырады. Ендігі де сазтырнай аспабының түп нұсқасын жасамақ болып, енді бір тұрақты стройға келтірмек болып, ағаштан қалып жасайды Болат Сарбаев. Ағаштан қалып жасап, сыртын қаптап, оны күйдіріп шығарған кезде бірінші шыққан дыбыс ля болады. Ля бірінші октаваның. Мінекей көп сұрақтар келеді. Неменеге бірінші вообще мынау сазтырнай аспабы ля деген стройда деген, сол бірінші аспабы келеді. Одан кейін екінші аспабы, екінші ойық салады, ол екінші ойығы до дез болады. Оны тағы да кеңейтіп, тағы бір ойық салады, ре болады, сөйтіп мажорный бірінші гамма шығарады, тек си болмайды басында. Содан кейін бұл аспаптардың жаңағы қолға ыңғайлы жерлерін тауып, бізге тән аппликатура. Қарап отырсақ, мына қанша акарина бар, бүкілінің аппликатурасы бірдей. Қанша елдікі болса да, біздікінде өзімізге тән аппликатураны шығарып, хроматикаға дейін жеткізеді Болат Сарбаев. Сонда бірінші шыққан сазтырнай лядан ляға дейін болады. Қазірде Гүлфайраз апай консерватория қабырғасында арнайы спец класс қылып, бұл аспапты мамандық қылып оқытып отқан жайы бар. Және де бұл аспаптың басқа да түрлері эксперимент ретінде біздің шеберханада жасалған болатын. Сол жайында қысқаша және аспапты таныстырып сіздерге айтып өтейін. Сазтырнай аспабының қазірде мамандары да көріп отыр, менің ұстаз ағай апайларым, және де алғаш көріп отқан кісілер де бар. Сол екі жаққа да бірдей тең ақпарат болу үшін аспапты таныстырып, және оның кәсіби тұрғыдағы кейпін, келбетін айтып отырайын. Менің аспап жасау жолымда үлкен бір мектеп болды. Консерваторияға түскеннен кейін мен Хастақ этнофольклорлық ансамблінде ойнап, сол ансамбльде жүру маған бір уақыттар бұйырды. Мен 4 жыл Хастақ ансамбль басталғаннан 3-4 жылдың маңайында сол ансамбльде болдым. Сол ансамбльдің барысында маған аспаптар ойнау керек болды, және де маған өте бір қиын партиялар түсіп қалған кезде мен сол ойнай алмайтын сәттерімнен қашып, қашқақтап, кейде басқа аспаптар жасайтын жолдарға көше бастадым. Бұл негізгі жақсы бастама болды. Тағы да айтайын, осы сазтырнай мен уілдекті қазір байланыстырамын. Сазтырнай аспабы этноорганология саласы. Этноорганология саласы дегеніміз жалпы музыка аспаптарын зерттейтін ғылым. Сол салада қайта аспапты тарихына сүйеніп, қайта оның әуеніне сүйеніп, ел арасындағы аңызға сүйеніп жасауды дедуктивтік тәсіл дейді. Дедуктивтік тәсілмен жасаған аспаптар бізде баршылық. Болат Сарбаев кең бұл тәсілді қолданған. Бұл аспаптарға бізде сазтырнай кіреді, сондай сазген деген аспаптарымыз, барбыт секілді аспаптар. Ел арасында тарихы бар, немесе бір жерде сурет сақталған аспаптарды қайтып жаңғыртып ойнауға болады. Сол тәсілді мен де қолдандым. Нұрқиса Тілендиевтің Аққу деген шығармасын ойнадық Хастақ ансамблімен ең басында. Сонда менде төменгі регистрде бір басында ойнайтын тақырыбым болды. Сол тақырып маған өте қиынға түсті. Содан қолымнан азап өнер келгендіктен мына сазтырнайдан үлкен сазтырнай жасадым. Бұл сазтырнайдың осы жолға дейін барғандағы түрін атап өту керек. Қазір мен еңбектерімнің біразы барысында сол кісінің атын атап отырмын. Марқұм Жахангер ағай. Бұл кісінің де мен сазтырнайларын бертінде көріп жүрмін. Қазірде енді бір кісілердің қолдарында осындай үлкен сазтырнайлар бар екен. Фа стройында бір сазтырнайын көрдім. Және де уілдек деген атаумен мен көп нәрсе мына аспапты кездестіретінмін. Мынандай жіңішке аспапты уілдек деген атаумен ойнап көрейін десем, дыбысы да келмейді, стройы да келмейді. Бұл аспаптың жай атауы ғана жүрді. Және де менің аспап жасауыма көп себепкер болған сол халықтың өзі, тұтынушылар. Мен аспап жасаған кезде менен көп сұрайды, хабарласқан кезде біз сізден уілдек тапсырыс берейік деп ек, сізге тастауық тапсырыс берейік деп ек, сазтырнай, үскірік тапсырыс берейік деп ек деп көп сұрайды. Содан мен бара білетін мына аспапты жасау, қалған аспаптар маған өте қиынға түсті. Өздерінен сұрадым. Аға, не айтып тұрсыз? Апа, не айтып тұрсыз? Уілдек деген не аспап дегенде, бір кісі мына сазтырнайдың үлкен бір, мен енді студияға жазу керек болған сияқты шамасы үлкен лядан, фадан деген сияқты әртүрлі стройдан берді. Содан соны да пайдаланып отырып, мен мынандай үлкен аспап істеп шығардым. Үлкен аспап пішіні, егер дәл сазтырнайдікіндей болатын болса, лядан ляға дейін өте таза шығу өте қиын болды. Содан Болат Сарбаевтың еңбектерінде оқып отырсаңыздар, пішіні мынаған ұқсайтын сазтырнайлар, менің жеке қорымда ондай аспаптар кездеседі. Мінекей ондай аспаптар, мынандай аспаптар.
үстіңгі жағы осындай болып келеді, кішірек болып келеді. Сөйтіп осы аспаптан уілдек істесем, лядан ляға дейін өте анық шығып тұр. Даже 1,5 октаваға апаруға болады. Және де састынайда си деген нота бар. Си бемоль деген нотаны алу үшін жартылай ашып жабу керек болады. Қазіргі таңда мынадай екі ойық салынды. Бұл екі ойық блок флейталарда, басқа дамыған аспаптарда кездеседі. Бұл несімен жеңіл? Си керек болған кезде толық ашасыз, си бемоль керек болған кезде жартылай аша саласыз. Бұл тағы бір жаңалық. Және де састынайда соль диез, ол 7-ші түспен болған кезде мынандай бос тұрған, мына қолым бос тұрады. Соны басу арқылы мынау соль диез алуға болады. Қазір сіздерге бір гамма ойнап беремін, содан кейін енді хроматикасын естіп көріңіздер деп. Және де сол құсни қорған секілді кішігірім әндерді ойнап беріп отырайын сіздерге дауысын есту үшін. Гамма ойнап көрсетейін сіздерге. Аспап жасау барысында өте көп жұмыстар жүргізілді. Қалай? Ең төменгі аспап нотаны қандай күшпен ойнасаңыздар, жоғарғы нотаны да сондай күшпен ойнаған кезде аспап мына динамика жағын өте жақсы көрсетіп алады аспап өзін. Себебі жоғарылаған сайын қаттырлайтын болса, нотаның күші қатты болатын болса, егер сіз сол нота пиано болып қалса, не істейсіз? Сол нота сондай қатты шықпау керек болатын жағдайлар болу үшін, ішінің акустикасы, маған акустика деген бір мынандай кітапты оқыдым. Көп шеберлерге мен өте осы кітапты оқыңыздаршы деп айтар едім. Мынау Алдошина, Ирина Алдошинаның бұл кітап бәленбай баспамен шыққан, мынау соңғы шыққаны, сол Москвада болғанында мен сол кітапханадан алғам, Ирина Алдошинаның акустика деген кітабы. Өте мол ақпарат ішінде. Жалпы мен үшін өте жақсы болды. Енді қараңыздар, мына аспаптың өзіндік жеке де ойнауға болады, және ансамбльде де баса ойға ойнауға болады. Қазір сіздерге бір ойнап берейін, ән қабыл алыңыздар. Бірінші естіген кісілер үшін дауысы қандай екен бұл аспаптың деп ертең сұрамас үшін осындай үлкен аспаптың аты бас састырнайда емес, бұл уілдек. Негізінде аккордеон тектес аспаптар орыс жерлерінде де бар. Негізгі түп атасы ол Италиядан шыққан деп айтады. Ол жерлерде бір аспап болсын, мысалы аккордеонның бір түрі болсын. Оның үлкені болатын болса, оны бас аккордеон дейді, кішкентайы болатын болса, пикколо аккордеон деп айтады. Бұл жағдайда бұл аккордеонның аспабын тек регистрге бөліп жасаған. Біздің жағдайымызда, біздің қазақтың жері деген өте кең, әр жерде аспапты әртүрлі атаумен атаған. Болат Тұрайып соның ішінде жан бітіргені осы састырнай үскірік болатын. Үскірік қазірде өте көп қолданылмайды, састырнай аспабы көп қолданылады. Сол секілді уілдек деген атауды менімше осындай үлкен аспапқа өзіне тән. Мына аспапқа бергенден гөрі, мына кішкене аспапқа бергенден гөрі уілдек деген өзінің көлеміне сай осы аспап уілдек деген атаумен қалса деп мен сондай бір өтінішім бар. Екінші аспаптың аты тастауық. Тастауық Болат Тұрайыптың еңбегінде көп кездеседі, себебі бұл аспапты насихаттап айтатын кісілер болды сол уақытта. Көп еститін сөзі тастауық, ондағы аспабыңыз сіздің тастауық деген секілді. Сол кезде бұл аспапты жасауға тағы да дерлік Балапаш Әнесов деген кісі көмектеседі. Өзінің 3 ойықты және 4 ойықты тастауықтарын әкеп бірінші жасаған болатын. Және де оның формасы пішімі ұшып баратқан құстың пішімінде деп айтады, немесе әртүрлі пішімде жасаған екен. Ендігіде осы тастауықты Болат Тұрайыптың кітабынан білесіздер, егер көрсеңіздер, осындай аспап пішімі уілдектен басқаша, тастауықтан басқаша, тастауық деп бекітіп, оның строй си бемоль бірінші октава болады кітапта. Негізінде ол лядан жарты тон жоғары, бір тон жоғары деген секілді. Одан да бұл аспапқа ре деген строй бердік. Себебі бір уақыттары мен мынау қазақтың жерін 29-шы жылы ағылшындар келіп түсіріп кеткен екен. Сол түсіру барысында бір композиция жазылды Қуат Шілдебаевтың. Сол шығарманың ішінде біз солист болдық. Жаңағы видеоны, дыбыстың біз шығарып отырдық.
ойнаған кезде. Сол кезде маған ре стройында бір аспап керек болды. Және де сол аспапты жасап болғаннан кейін міне осындай ой келді, осы аспапты тастауық болсын, пішімі осындай, Болат Сраевтың кітабында бұл бекітілген. Яғни дәл солай бұда да хроматика звуктар алынады, және де мынау ре болса ми бемол деген секілді. Өте анық. Көрдіңіздер ме? Бір төменгі нотасының демі мен жоғарғы нотасының демі күш салмайды. Кеудеге күш салмайды, өкпеге күш салмайды. Бұл аспаптардың бәрін тізбектеп болғаннан кейін тағы бір ұсыныс айтамыз сіздерге. Солай болу керек сияқты негізінде. Екінші аспабым менің тақырыбымдағы 8 аспаптың екіншісі тастауық аспабы. Үшіншісі састрнай аспабы. Састрнай аспабы бәріңіз білетін, бәріңізге түсінікті аспап. Және де бұл аспаптың диапазонының көбейгеніне де марқұм Жахангер ағайдың үлесі бар. Себебі ол кісінің көзі тірісі кезінде 1,5 октавалық састрнайларда болды. 1,5 октавалық менің жеке қорымда кездеседі, өте көп кездескенде де мінекей 1,5 октавалық састрнайлар. Бұл октавалар сол бізде консерваторияда оқу барысында, диапазонын көбейту барысында. Себебі передувание деген дүниені қазір кәсіби музыканттар біледі, састрнай аспабында жоқ. Тек сыбызғы аспабында, және былай флейта тәріздес аспаптарда кездеседі. Мүмкіншілігіне қарай бір саусаққа бір нота ғана орнығады. Сол себепті 1,5 октава деген осы састрнайдың ең барар шыңы. Бұл аспаппен қатар мен тағы бір аспап істеген болатынмын. Бұл аспапта өте көп пікір бар. Бұл аспаптың керегі де жоқ еді деген секілді. Негізінде мына аспап әліппе. Мына аспапта мен көп осы дүниелерді жинау үшін, экспедицияға шығу үшін, ярмаркаларға, жәрмеңкелерге, саудаға көп шықтым. Сол уақытта жасаған бір аспабым осы болған кезде мен халықтың арасында кең таратамадым. Алып үрлеуі де қиын болды. Содан кейін ой келді, мынандай ысқырғыш қойып, бүкіл аппликатурасын, бүкіл ойықтарын тап осындай қою. Сол уақыттарда мен конкурс жайлап жүрген уақыттарда мына аспаптан 50-60 шақты састрнайшылар келіп, маған састрнай ойнағанын көрсеткен болатын. Бірақ ескерттім мен. Мынау біздің кәсіби састрнай емес, мынау састрнай, мына састрнайдың әліппесі. Әліппесі, яғни мынаны ойнап алған бала мынаған түсуі тез болады. Бұл аспап кәсіби деп айтып, мына аспапты кәсіби емес, әуесқой деп мен айтып енгізген болатынмын. Әлі де жасап кетемін, егер қарсы болмасаңыздар. Састрнай аспабының, бұл 8 састрнай аспабының үшіншісі сол састрнай болсын. Төртіншісі үскірік аспабы. Үскірік аспабы Болат Сраевтың еңбегінде өте көп білесіздер. Үскірік аспабын жасағанда да тағы да Балапаш Әнесіп деген кісінің жаңағы экспедиция барысында барған кезде бірінші жасап көрсеткен аспабы. Сол жерде жасап көрсетіп, стройын келтіріп, барлығын көрсеткен екен. Осы үскірік аспабы дегеніміз осы аспап. Үскірік аспабында мен басқа стройға қоймадым, себебі әрқайсысы әртүрлі строй болғанда музыканттың ойлау қабілетіне ол ауыр. Сондықтан осы ренің бір октава жоғарғысы болды. Осындай міне бүйірден үрлейтін тәсілі. Дыханиесі, тынысы таза қойылған болса, бұл аспаппен солиста болуға болады. Болат Сраевтың өзінің еңбегінде сөйтіп арманда жазып кетеді. Бұл аспапты біз бір уақыттар ойнап едік. Дәулет Мақтыбаевтың сондай бір мерейтойлық бір кеші консерваторияның қабырғасында өтіп, сол жерде шаң қобыз аспабымен мен қосып ойнап едім. Болашақта бұл аспаппен ансамбль құрса да болады екен. Бұл аспаптың біз мүмкіншілігін көрдік. Үлкен қылып істесе, үлкен де дыбыс береді, кіші қылып істесе, диапазон жоғары қылып та дыбыс қылып жасап істеуге болады екен деп арманы бар екен. Ол Болат Сраевтың 62-ші бетінде шатаспасам жазылған екен сол жайлы. Бұл аспап 8 састрнайымның 4-шісі болсын. Одан кейін 5-шісі шыңырау деген аспап. Шыңырау деген аспапты мен басында Жезқазған музыкалық колледжінде оқып жүрген кезде састрнай аспабында отырдым, ансамбльде, оркестрде. Сонда маған алдыма партитуралар келді. Ол Нұрғиса Тілендиевтің шығармалары болатын. Сол кезде шыңырау састрнай деген аспап кездесті. Мен түсінбедім. Партиясы фадан басталады. Партиясы менің састрнайымның диапазонына келмейді. Содан мен ойнамаймын дедім. Содан сол ең ақырында мен ойнамайтын болып шықтым. Негізінде диапазоным жетпеген еді. Содан үлкен қалаға келдім. Bir уақыттары Хастақ ансамблінің өрлеу деген шығармасы шықты. Сол шығарманың басында, қазір ол тақырып жоқ, басында осы шыңыраумен ұзақ ойлайтын жер болған. Содан сол тағы да сол састрнайға тіреліп қалды. Мен сол аспаппен ойнап шығармадым. Содан осы есіме түсіп, шыңырау деген аспапты жасап шығардым. Сөйтіп ең соңында мен білгенім бұл бір
ағаларымнан сұрадым, сондай өнер жолындағы үлкен. Бұл аспап шыңырау деген не аспап дегенде, бұл Тілендиевтің оркестрінде блок флейтаны шыңырау деп қолданып ек, жоғарғы дыбыс керек болғаны үшін деп айтты. Ендігіде сол ансамбль осы састынайлардың қатарына бұл аспап кіріп тұр. Фадан фаға дейін строй. Енді бұл бізде 5-ші аспап болсын. 6-шы аспап құс сайрауық деген аспап. Құс сайрауық аспабын марқұм Жаһангер ағай көп практика жүзінде де көп эксперименттер жасаған екен. Менің қолыма осы Жаһангер ағаның мынандай сынған құс сайрауық аспабы келді. Егер көріп отқан кісілердің ішінде ол кісінің осындай аспабын қолданатын кісілер болса, таниды. Содан бұл аспаптың мынандай түрлерін қайталап жасап көрдім. Лядан ляға дейін, додан доға дейін әртүрлі түрлері, мінекей тәп соның көшірмесі. Содан өзімнің жеке қорыма сақтап қойдым. Бұл аспаптар мендегі жасалатын түрі мынау құс сайрауықтың лядан ляға дейін. Бұл бізде 6-шы састырнайдың түрі, лядан ляға дейін сақталған. Қазір сіздерге ойнап көрсетейін. Дыбысы баршылық болу керек, шығады. Ап-анық. Бұл жерде ысқырғыш қолданылады. Және де шыңырауда ұмытып кетіппін, ысқырғыш қолданылады. Көп жерлерде ысқырғыш бұл акарина текес аспаптардікі. Бұл аспап біздің халық аспаптарының ішінде, ол осындай саз аспаптарының ішінде акарина мынандай ысқырғыш орнатпаңызшы деп тілек білдірген кісілер өте көп болды. Бір уақыттары мен мынандай жасап жүрдім. Жаһангер ағамда сол осындай жасағанын көрдім. Мынандай састырайдың кішкентай түрі бүйірінен үрлейтін. Тек үскірік бір дыбыс ансамбльде ойнаған кезде жетпей, бірде шығып, бірде шықпай өте ауыр болды. Сол уақытта мен андай істеуге мәжбүр болдым. Тағы да Хассақтың шығармасы жекпе-жек деген Нұршат Тілендиевтің шығармасын ойнап жүрген кезде блок флейтаны мен де қолдандым. Сол уақытта сол намыстанды мен. Барша аспаптарымыздың барлығы қазақтікі де ішінде блок флейтаны қолданып тұрмын. Ондай аспап неге бізде жоқ деген уақыттары осы аспап жасап ойнаған болатынмын. Сол Толқыма деген Қыз Жібектің операсындағы ария. Сол ең 6-шы аспабым осы құс сайрауық. Және де Базархан Қосбосаров атамыздың мына кітабын оқып отырсам, ол кісі Болат Сарбаевтың жайлы жазған екен. Ең астында Болат Сарбаевтың тағы бір зерттелмей қалған аспабы ысқырауық деп жазады. Ысқырауық. Мен тағы да ойладым. Егер ысқырауық болатын болса, ол құс сайрауықтан да жоғары болу керек қой енді. Ой, қай жаққа жіберемін бұл аспапты деп, жай сіздерге ұсыныс, бұл аспапты жасау керек пе, керек емес пе, пікірлеріңізді жазып қалдыра отырасыздар, ағайлар, апайлар. Негізінде мынандай пішінде жасалған састырнайдың диапазоны қазір сіздерге естетіп көрейін, бұның қай жерге дейін баратынын. Строй келмеген, тек диапазонын зерттеу үшін мен ойықтасақ көрдім. Көрдіңіздер ма? Ысқырауық деген аспап егер бізге керек болатын болса, қажет болатын болса, жасауға дайынбыз. Одан кейінгі сіздерге мына 6 аспапты көрсеттік. Бұл аспап қазір консерваторияда ойналады. Саз арт деген апайдың құрған ансамблі бар, Гүлфарез апайдың. Сол ансамбль бұл аспапты қазір жақсы насихаттап жүр. Мен қуаныштымын өте аспабында ойнап жатқандарына. Және де тағы бір танымдық 7-ші, 8-ші аспаптарды қазір түсіндіріп жатырмын. Састырнай аспабын ағаштан да жасауға болады. Ағаштан жасаған нұсқасын мен өзім жасағанға дейін мен көрген болатынмын. Ағаштан да жақсы қоңыр үн шығады. Мына емен ағашын жасағам. Дауысын тыңдап көріңіздер. Мінекей, бұл да жақсы таза үнге ие. Және де осы аспап жасау барысында осы өзім жасап кетіп бір күні маған өзімнің анам бір дүние алып келді. Мен ұмытып қаппын. Бұл аспап менің мектепте 7-ші, 8-ші сыныпта мекен жасаған састырнайым екен. Сол уақытта қызыққан екен. Бұл аспап өте үгітіліп сынып қалған екен. Маған қолыма келіп мамам тапсырды. Мынау сенің бірінші жасаған аспабың деп мен таныдым бірден. Содан желімдеп өзіме естелікке қалдырдым. Бойтұмар ретінде бұл да менің жеке қорымды сақтаулы. Сол үшін мамама рахмет. Енді аспаптың 7-ші түрі. Болат Сарбаев өзінің еңбектерінде жазады. Ушелик деп жазады бір кітапта. Орысша, менде кітабы орысша. Ушелик деген, үшелік деген секілдінің орысша жазған түрі шығар. Сондай бір аспапты халық арасында көп естідім деп жазады.
Бұл аспаптың пішіні әртүрлі кейіпте. Мысалы, таспа қағып та жасаған екен, түйе қылып та жасаған екен, құс қылып та жасаған екен. Бұл аспапты сол Байғанин деген, Ақтөбенің Байғанин деген ауданында Андарбаев деген кісі, сол мәдениет саласында жұмыс істеген кісі, сол кісі сол өзінің естелігінде айтады, Болат Тұраев кітапта жазады, және де біздің Өтепберген Хамзин ағамыздың да естеліктерінде сондай кездеседі екен. Кішкентай кезімізде саз балшықтан жасаған 4 ойықты әуесқой есік алдында үлкен де кіші де ойнай беретін сондай бір аспап болған екен. Оған мен қандай шара қолдандым? Састырнайдың әртүрлі пішінін аң тәріздес бейнесінде қазіргі енді мынау мысалы қазіргіде жастар балалар қазақтың балаларын сол қызықтыру үшін мындай балық пішінде мынау орыстың мен жинақтамамда орыстың аспаптары мынау балық тәріздес 4 ойықты қылып жасаған болатын. Біздің жасап жатқан аспаптарымыздың бәрі кәсіби деңгейде болатын болса, неге кәсіби деңгеймен айналыспайтын қарапайым ойнағысы келген кісі ойнамасқа деген оймен. Мынау да сондай бір серия шықты. Бал-балтас ата бабамыз біздің. Соның қолындағы аспаптардың бәрі қазақтың аспаптары танымдық ретінде. Мына аспабымыз қоңырау, мына аспабымыз састырнай бал-балтас, мына аспабымыз қылқобыз, мына аспабымыз жетіген, бүкіл серия кездеседі. Және де бұл аспап қарасаңыздар 4 ойықты састырнай менің авторлық жұмыстарым. Дауысы өте жеңіл шығады. Жаңа айтып отқан жәрмеңкемде мен аспаптарды дәріптедім. Дәріптегенде бұл аспапты састырнай емес деп те шығарып тастауға болмайды деп ойлаймын. Себебі нұсқаулық ретінде мына аспапты ойнаған кісіге түбінде мына аспапқа бара алатындай сондай этап бар өзінің жолы. Мына аспапты ойнап үйренгеннен кейін диапазоны көп аспап сұрайтын болса, мына аспаптарға, оның алдында жаңағы ысқырыш келтірген аспаптарға дейін барады. Бұл сол енді құптайтын шығарсыздар деп ойлаймын. Үшелік деген сол. Бір жерде үш білек деп те естідім бұл аспапты. Бұл сол аспап. Бұл аспапты біз 7-ші састырнайдың түріне енгізейік. Тағы да бір осы таяуда Алматы қаласының брендтік сувенирі деген сондай бір байқау болды. Мен сондай бір сол байқауға қатысуға өтініш білдірдім. Және де сол үшеліктің тақырыбы бойынша састырнайдың түрінің мен алмадан састырнай жасадым. Мына жерде тұрған алманы дайындап қойып, кәдімгідей отыр екен деп ойламаңыздар, бұл састырнайдың бір түрі. Мынау тұрған қызыл алмалар, жасыл алмалар. Сөйтіп, сол байқауға қатысып, мен бас жүлдені алып, биылғы жылдың Алматы қаласының бойынша брендтік сувенирі осы алма сырнай. Аппликатурасы бар, өзіндік сандық жүйемен де, ноталық жүйемен де ойнауға болады. Бұны да сол үшелік састырнайлардың қатарына енгізсе болады. Әуесқой састырнайдың кәсібиге дейінгі деңгейіндегі әуесқой әліппе ретінде өтетін түрі. Енді менің сол Фейсбуктағы жарнамамда көрсеңіздер, жаңағы жазғанда қос уілдек деген қайта жаңғырған қос уілдек деп жаздым. Бұл не аспап деп сұрасаңыздар, біздің Ықылас Түгенов атындағы музейде, мұражайда бұл аспап жалпы тұр, сол аспапқа ұқсас аспап тұр. Тек директор ғана бұны да қайта жаңғыртуға болады. Сол тәл дедуктивтік тәсілмен менің еңбекші кітап, көп еңбек ізденгенде қолданатын кітаптарым Болат Сараевтың мына 2 кітабы, және де бір кітапты оқып отырсам, бұл кісі менің жерлесім болып кетті. Мен Ұлытау ауданының тумасымын, жезқазған. Және де мына кітап Жаңарқа жерінде дүниеге келген, дүниеден өткен кісі Ақселеу Сейдімбековтің Мир қазақ. Жалпы қазақтың бүкіл болмысы, қазақтың жалпы керек болды. Керек болғаннан кейін бұл кітапты оқыдық. Оқыған кезде ішінде өте бір ақпарат шықты. 486 бетінде. Мінекей, қарасаңыздар, қазір жақыннан көрсетсе, мен қозғап көрсетуге тырысамын. Круц дегеніміз Маңғыстау жерін, көбінесе қазақтың жерін зерттеген бұл этнограф. Сол кісінің мына орысша жазып қойған казахские детские свистульки, саз балшықтан жасалған деген секілді жазылған мына жерде. Енді қараңыздар, 2 ойығы бар. Үрлейтін жер екені анық көрініп тұр. Үстінде 2 ысқырғыштың орны тұр. Енді мен жасап жүргеннен кейін, күнделік жасағаннан кейін басып бірден таныдым. Бұл 2 ойығы бар, 2 дыбыс шығаратын, және үстінде 2 ойығы бар. 2 дауысты састырнай. Бүкіл әлем қазір осы аспапты жасап,
атауларын естісеңіз, дух колосная карина тағы да сондай. Ал бізде қос уілдек деген атаумен бұл аспапты сіздер, енді ағай апайлар сіздер білесіздер деп ойлаймын. Негізі бұл аспаптың атауы оқу барысында естілген, ол айтылған. Соның екі түрін сақтаған екен. Енді мына кітапты жабайын. Бұл кітапқа рахмет осы жолға келіп түсірген үшін. Бірақ Болат Сырғалиевтің да басқа музыкант кісілердің еңбектерінен көрмедім. Егер енді кездеспеген болатын болса, пікірге жазасыздар өздеріңіз. Менің осы кітаптан алғаш көрдім. Енді сол бағанағы жаңалық қылып жатқан аспабымыз міне мына отырған екі ойық кітаптағындай ысқыратын жердің үрлейтін жері, мынау үстіндегі екі ойық ысқырғышы. Ұқсайды ма? Ұқсайды. Екі ойығы бар. Тек бұл екі ойық азғантай диапазонда жұмыс қылады, дауыс шығарады. Мен ол аспапты не істесем болады екен дедім. Састрный аспабын қазірде консерваторияда шығармалары дедуктивтік тәсілмен қайта жаңарған аспап болғандықтан шығармалары өте аз, жоқтың қасы десе де болады. Сыбызғының күйін ойлаймыз. Састрнаймен қылқобыздың күйін соңғы уақыттарда ойнап жүр. Және де екі аспаптың нұсқасын жасап көрдім мен. Қазір сіздерге енді менің ойынымды сынай көрмеңіздер, қатты қазір қылқобыздың күйі, класстың күйі ерден ойнап беремін. Ойыныма қатты мән беріп сынамаңыздар, тек дыбысын. Бұның орындаушысы әлі алда, сахнада мықты өнер көрсетеді деп ойлаймын. Мен алғашқы дыбысын шығарып көрсетейін сіздерге. Білген жеріме дейін тағы енгізгенім, бұл аспапта екі ысқыратын ойы болғандықтан дем өте көп кетеді деген басында сондай ой болды. Бірінші эксперимент жасаған аспаптарымда солай болды да. Одан кейінгі аспаптарға өзіндік мына сол кітаптан оқығаным бар, басқа жерден білгенім бар. Дем жетеді. Кішкентай балаға да, қыз балаға да, кішкентай адамдарға да ойнай беруге болады бұл аспапта. Сөзінен қателесіп отырмын. Екінші аспап, жаңа кітапты пішіні осындай алып берген, бұл сыбызғының күйлерін, домбыраның квинталық күйлерін ойнауға арнап жасаған сасынайын. Bir жағында ешқандай нота жоқ, алдынан артынан қарасаңыздар да. Бұл бурдон ұстап тұрады. Ал енді бұл күйді жаттаған жоқпын, тағы да ойынымды сынай көрмеңіздер. Разылықтың күйі аңшының зары, ойнамай шықсам басқа сыбызғының күйін айтып беремін сіздерге, сыбызғышы ретінде.
қателесіп кеттім тағы да. Жарайды, сіздерге ендеше білетін күйімнен айтып берейін. Кербесіңізден айтып берейін. Қатты дайындалмай берейін. Аспаптарын қабыл алыңыздар енді. Өтпейсіздер. Ал тағы бір түрі бар, болашақта деп ойлаймын. Негізгі бұны да дәстүрге білмеймін, жаттама састырнай аспабының бір осындай түрін жасап көрдім. Енді өзіне өзі аккордтар ұстап, өзіне өзі интервал екінші дауыс ұстайтын деген секілді. Тіпті 3 дауысқа дейін жіберуге болады, бірақ енді бұл осы жерден тоқталу керек. Бұл жай экспериментал аспап болып кетеді. Мына аспапты да сөйтіп қабылдаңыздар. Бір дүниенің шетін қайырып көрейін жай, бірақ толығымен. Осындай жақты. Негізінде композиторлардан ұсыныс түсіп жатса, осындай аспаптың осындай жолында, осындай диапазон, осындай интервал ұстау керек деген секілді ұсыныстар түсіп, шығармашылық байланыста болып жатсақ, жасауға болады негізінде бұл дүниелерді. Ал енді Азамат Бейсенәліұлы, сізге тікелей эфирде мынандай сұрақтар келіп түсіп жатыр екен. Бауыржан Бекмұхамедпен құс сайрауық, қос уілдек, тағы да басқа түрлеріне дамытумен қатар арнайы шығармалар бар ма, Азамат інім дейді. Бауыржан аға, сізге жауап берейін. Не сойса да қасапшы сойсын, торғай сойса да қасапшы сойсын дегендей. Мен енді композитор жағынан өзім осын жасап жатқан барысында көп талпындым, шыны керек. Ол жағынан аздап менде мықты емес екен, гармония жағынан болсын. Сол осы лекцияның барысында сол ең соңында сөйтіп сұрмақшы болған композитор ағалар, бұл аспаптардың осындай жасалып жатқан барысын ары қарай жалғастырып кету сіздердің қолдарыңызда. Және де осыны көріп отқан қазір інілерім, қарындастарым, осы састырнай аспабына қызығып қазір баулып оқып жатқан балалар, дамытыңыздар деген сияқты қылып айтқым келген ең соңында айтудың сәті осыға түскен екен. Сондай бір ұсынысым бар. Және де диапазон жағынан болсын, аспаптың өзіндік строй жағынан болсын, сондай творчестволық байланыста болып хабарлассаңыздар болады. Мен негізінде өз аспаптарымды таныстыру жолында лекциямды тамамдап келе жатырмын. Тағы бір атап өтетін Қазақстанда болған шеберлерді атап өтейін. Өзім шебер болғаннан кейін шеберлердің аттары аталса екен деймін. Біздің Қазақстанда дәстүрлі састырнай жасайтын кісілер өте көп. Менің жеке қорымда тағы да мақтанғандай болдым, айта берейін. Жаһангер ағайдан бастайықшы, сол кісі кәсіби деңгейде жасап бастаған кісі. Мына аспаптың аты отырардың уілдегі, бұл отырар жеріндегі Кендебай атамыздың жасаған аспабы. Одан кейін сол жерде Түркістандағы Абай деген кісінің, мына Маңғыстаудан келген састырнай, мынау Ғазиз ағай менің өзім ұстаз тұтам, себебі қай сұрағыма болсын ешқандай қайтармастан артығымен жауап беріп, мені көп мол мағлұматтар берген кісі. Шет елден жасаған, сол секілді Қазақстанда жасаған састырнай, мына Альяс Қарағайдың шеберлер баршылық, тек музыканттармен тікелей байланыста болу керек. Қай аспаптың саласында болмасын, мысалы састырнайдың шебер болса, састырнай ойнайтын музыканттармен тікелей байланыста, домбыра істейтін адамдар болсын, домбыраның ойнайтын адамдармен тікелей байланыста болса, біздің музыкамызда үлкен бір қадам болады деп ойлаймын. Сіздерге назарлар енді тыңдағандарыңыз үшін өте көп рахмет. Мынау заманның мынау уақытында сабыр сақтап, өз-өздеріңізді сақтансаңыз сақтаймын дейді ғой, өз-өздеріңізді сақтап, аман есен болыңыздар.
соңында тағы да бір бұл менің сол бір жерге байланып арнайы беріп жатқан дүние немес, лекциям емес. Болашақта да тағы да басқа аспаптарды осылай түсіргім келеді. Тап осы сияқты сыбызғының да қаншама түрі бар. Коллегатадан бастап бертіндегі соңғы сыбызғышы ойнап жүрген сыбызғышылардың сыбызғылары мен тағы да жеке қорымда сақтаулы. 40-тың маңайында сыбызғы бар екен өзімде. Және сыбызғының да осы секілді бүкіл хроматика стройы және де мына жақ фон бағана текке қалмасын деп бір-екі домбырамды да қойып қойған болатынмын. Бұл домбыралардың да 10 шақты түрі бар қылғобызында. Бұйтса болашақта осындай байланыста болып, пайдаланып, осындай әлеуметтік желіні жұмыс жүргізуге болады. Өз-өздеріңізге сақ болыңыздар, абай болыңыздар, сау болыңыздар.